Баршаңызға сәлем. Біз бүгін сабаққа кіріспес бұрын қорқыныш туралы сөйлесетін боламыз. Негізі кез келген жұмысты бастағанда ішкі состояние өте маңызды. Сондықтан да біз психологияның осы бөлімін өтеміз. Қорқыныш бүкіл адамдарда жаңа бір жұмыс бастайтын кезде қорқыныш болады. Қорқынышсыз адам болмайды. Ол қорқыныш болады. Қазір біз мысал үшін сіз сторис түсіруге қорқуыңыз мүмкін, позор болып қаламын, туыстарым көрсе не дейді, күледі ғой деген сияқты. Немесе бір саудамен айналысқан кезде сатуға қорқуыңыз мүмкін. Ой, отказ алып қаламын, қазір отказ берсе не істеймін, настроением түседі ғой деген сияқты қорқыныштар болады. Енді қараңыз, сіз ми мынандай бір орган, сіз бір нәрсені бастар алдында ол сізге бірден нәтижесін көрсетеді. Бірден нәтижесінің жаман болғанын көрсетеді, сонымен сіз қорқыныш пайда болады сізде. Мысалы үшін, ақшаң жоқ кездесе, ақшаңыздан, карманыңыздан қалтасында вообще 0 тиын болған кез елестейді. Сол сияқты сізге давайте сторис түсіріп бастайық, блог жүргізіп бастайын деген ой келсе, сразу ой, позор болсам ше, бәрі күледі ғой деген қорқыныш сразу келеді сізге. Бұл қорқынышты, жалпы қорқыныш дегеніміз ол миымызда көргіміз келмейтін картиналардың жиынтығы. Енді қорқынышты қалай жеңеміз? Осы туралы айтайын. Қорқынышты жеңу үшін дәл сол қорқынышқа қарай жүру керексіз. Мысалы үшін сіз сторис түсіруден, өзіңізді көрсетуден қорқсаңыз, ұялсаңыз, сіз өзіңізді сторисқа түсіру керексіз. Сторис түсіруден жалпы қорқсаңыз, жаймен бірінші стористі сөйлемей түсіріп, сосын артынан музыка қойып, одан кейін өзіңізді түсіріп, өзіңіз сөйлеп түсіріп, солай сторис түсіру керексіз. Қорқынышқа қарсы жүреміз. Егер сіз блог жүргізуден қорқсаңыз, адамдарға, оқырмандарыңызға айтыңыз: мен бүгіннен бастап блог жүргізуді қолға алдым, өзімді дамытқым келеді, кім менімен бірге дамығысы келеді, парақшамда белсенді болсын деген сияқты сіз айтыңыз соны. Осылай сіз қорқынышты жеңе аласыз. Егер сіз сатудан қорқсаңыз, отказ алудан қорқсаңыз, айналаңыздағы адамдарға өніміңізді сатыңыз. Мейлі туысыңыз болсын, мейлі танысыңыз болсын, мейлі күлсін, өздері біледі, енді ары қарай. Мысалы үшін мынандай наушник сататын болсаңыз, осыны 100 адамға ұсынып отказ жинаңыз. Сонда сіз ол отказ алудан қорқпайтын боласыз. Енді тағы бір мен сіздерге миллиондарға тұратын бір фишкамен бөліскім келеді. Өзім үнемі осы фишканы қолданамын. Егер сіз бір нәрседен қорқсаңыз, мысалы үшін жұмыста кешігіп, үйіңізде бір проблема болып қалды, сіз жұмысқа кешігіп бара жатсыз. Таксиде ойланып отырсыз, енді бастығым ұрсады деп ойлап отырсыз. Сол кезде көзіңізді жұмыңызда елестетіңіз. Бастығыңыз сізді бүкіл сотрудниктердің көзінше ұрсып, жаныңызды шарпып баратыр. Неге кешігесің деп бір намысыңызға тиіп ұрсып жатыр. Көзіңіз жұмылып отыр. Енді сол нәрсеге мен бұл нәрсені қабылдадым, Аллахым, мен бұл нәрсеге разымын деп айтыңыз ішіңізден. Одан кейін екінші ситуацияны елестетіңіз. Бастығыңыз сізді жер көкке сыйдырмай, барлығын көзінше мақтап, премия беріп жатыр. Дәл осы ситуацияны елестетіп, тағы да мен бұл ситуацияны қабылдадым, Аллахым, мен бұл жағдайды қабылдадым деп айтыңыз ішіңізден. Енді сіз шынымен де осы нәрсені қабылдасаңыз, сізге ортада болатын андай жаймай нәрселер қатты әсер етпейтін болады. Күні бойы настроениеңіз бұзылып жүрмейтін болады. Сізді бір-екі ұрса да, әсер етпей, нормально жүре бересіз. Бұл нәрсені сіз тек қана жұмысқа емес, бүкіл нәрсеге қолдансаңыз болады. Не нәрседен қорқасыз, осы нәрсені қолданып көріңіз. Енді қараңыздар, жаңа нәрсе бастайтын кезде біздің миымыз міндетті түрде қарсыласады. Өйткені ми ең көп энергия жұмсайтын, ең жалқау орган. Ол өзінің үйреніп қалған нәрсесін ғана жасағысы келеді. Мысалы үшін сіз осы курсты сатып алдыңыз, мен өзгеремін, мен ақша табамын, өзім еркін боламын деп сатып алдыңыз, еркіндікті қалап, ешкімге бағынышты болмай ақша таба аламын деп сатып алдыңыз. Но бірақ сіз сабақтарды қарау керексіз, оның бәрін жасау үшін. Бұл жаңа нәрсесі үшін. Бұл нәрсені жасауға сіздің миыңыз қарсыласады. Ой, Айжамалдың курсы онша емес, сен одан гөрі үйіңді тазала, ыдыс-аяғыңды жу, балаларыңа қара дейді. Немесе басыңыз ауырып қалады, немесе жаңағыдай балаларыңыз ауырып қалады. Сондай бір қарсылықтар болады. Ол нормальный нәрсе. Сіз миыңызға бұл нәрсенің
бұл сабақтың инстаменеджердің өзіңізге керек екенін, сіз бұны жасасаңыз, дәл осы сабақты көріп бітсеңіз, сіз миыңызға айтыңыз, мен дәл осы сабақты көріп бітсем 10 минут рахаттанып демалып аламын деген сияқты бір жаңа нәрселер істеген кезде миыңызға артынан бір сыйлықтар жасап, немесе сол нәрсенің пайдалы жағын көбірек көрсетуге тырысыңыз. Жалпы миымызбен договорға отырамыз. Енді қараңыздар, сіздерге мен бір тапсырма беремін, осыны орындаймыз. Жалпы осы айда қанша теңге тапқыңыз келеді, соны жазасыз. Біз миымызға заказ береміз, былайша айтқанда. 100 мың теңге тапқыңыз келеді ма, 200 мың теңге тапқыңыз келеді ма, 300 мың теңге тапқыңыз келеді ма? Өзіңіздің тапқыңыз келетін сумманы жазамыз. Но бірақ миға сыймайтын үлкен миллион, 10 миллион деп жазуының қажеті жоқ, өйткені оны табатын біз өзіміз. Мысалы үшін сіз 100 мың теңге тапқыңыз келсе жазасыз. Мен осы айда бүгін нешесі екенін жазып қойыңыз, 100 мың теңге тапқым келеді деп жазыңыз. Және оны не нәрсеге жарататыныңызды жазыңыз міндетті түрде. 10 мың теңгесін салонға барам, 20 мың теңгесіне көйлек алам, 30 мың теңгесіне балама мынандай алам деген сияқты өзіңіздің қажеттіліктерін жазыңыз. И астына енді бұл ақшаны бөлшектейміз. Бұл ақшаны сіз қалай таба аласыз? Соны жазып шығасыз. 2 парақша жүргіземін. Мысалы үшін 100 мың теңге тапқым келеді, мен ол үшін 2 парақша жүргізуім керек. Немесе мен ол үшін мына товарларымды сатуым керек, осыны Инстаграм арқылы сатамын. Немесе мен біреудің сторизін жүргізіп беруім керек деген сияқты өзіңіздің қолыңыздан келетін қанша теңгеге жасайсыз оны. Мысалы үшін 25 мың теңгеден айына 4 парақша жүргізесіз ба, 50 мың теңгеден 2 парақша жүргізесіз ба, қандай іспен айналысасыз 100 мың теңге табу үшін, соны астына жазып қоясыз, болды. Бұл бүгінгі тапсырма. Баршаңызға сәттілік. Келесі сабақта кездескенше.